Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін Инстаграмға маска жасауды үйренеміз. Біз ең бірінші, ең оңай маска түрінен бастаймыз. Ол үшін бізге Spark Air программасымен және Photoshop керек. Spark Airмен біз әрдайым жұмыс істейміз, яғни кез келген маска осы Spark Air программасында жасалынады. Бүгін бетке жазу маскасын үйренетін боламыз. Ол ең оңай маска, 5-ақ минутта жасап тастауға болады. Ол үшін кеттік. Қала жатырмын. Біздің бүгінгі үйренетініміз ол ең оңай түрі, яғни бетті тегістеу және оның үстіне жазу. Мынандай видеодағы кісілерді өздеріңіз қалағанданша өзгертсеңіздер болады. Бұл дайын бір модельдер. Мен үлкейтіп алайын, және де ең алғаш мына жерде add object деген тұр, соған face tracker дегенді қосамыз. Біз тек қана бетпен жұмыс істейміз, сол үшін оған барып face mesh дегенді қосамыз. Көрдіңіздер, бетті сразу белгілеп алды. Оған мына жерде material дегенді қостық, және осы материалға барып бірінші бетті тегістеп алайық. Ретуш деп тұр. Ретуш осы жерде оны 100-ге қойсаңыздар болады, бірақ ол неестественно көрінеді. Сол үшін де жаймен оны кішкене 50, 55, 60 шамаларына қойсаңыздар болады. Мен 55%-ға қойдым, бет тегістелді. Және де тағы да енді жұмыс істеу үшін, бетіне жазу үшін тағы бір face mesh қосамыз. Ол да бетті осылай белгілеп алды. Оған материал қосамыз. Осы материалымызды қазір біз Photoshop'та дайындайтын боламыз. Ол үшін Photoshop'та ашамыз. Мен алдын ала ашып дайындап қойдым. Оны да сіздер интернеттен жазып алсаңыздар болады. Мен бұрынғы жұмыс істеген заттарым еді. Ол үшін біз мынандай дайын Spark Air'ден дайындаған шаблондармен жұмыс істейміз, текстурмен. Осы текстурларды осы видеоның астынан сақтап кетемін боламын. Сіздер сол жақтан жазып алсаңыздар болады. Мен мынандай бір қыз вариантын таңдап алдым. Және де осы жерге арнайы layer қосамыз, new layer. Өйткені біз қазір мынау бізде background, яғни артқы фон. Біз осыны алып тастап, бетіндегі сөзді сақтап алуымыз керек болады. Осы жерге жазу үшін мына жерде text дегенді басамын. Және мына жерге жазуымды жазып бастаймын. Мен жай ғана қазақша ғарыш деген сөзді жазғым келіп тұр. Ойыма ең алғаш сол нәрсе келді. Сол үшін сол сөзді жазып жатырмын. Және де осы жерде шрифт бар. Қазақша шрифттер білесіздер өте аз. Ағылшынша, яғни латынша әріппен жазсаңыздар жақсы болады. Мен бірақ осындай қазақша шрифтке арналған интернеттен іздеп арнайы бір шрифт түрін тауып алдым. Және сонымен жұмыс істейтін боламын. Және де оның түсін өзгерту үшін мына жерде кез келген түске қойсаңыздар болады. Көкке, мейлің, өздеріңіздің қалаған. Ал мен қарамен жұмыс істегім келіп тұр. Сол үшін қара түске қойдым. Қалағандарынша оңға, солға, немесе кішірейтіп жасасаңыздар болады. Мына жерде 99 деп тұр. 95-ке үлкейтсеңіздер, кішірейтсеңіздер болады. Енді осы жалғыз өзі ғарыш деген сөз болып қалды. Оның жанына мен бір иконка, яғни ғарышқа байланысты кез келген иконка алғым келіп тұр. Ол үшін интернетті ашамын. Googleға барып, space деп жазамыз. Яғни space десеңіздер осындай суреттер шығады. Ал маған негізі иконка керек, яғни және де олардың барлығы PNG форматта болу керек. Іздейміз, қандай қайсысын қойғыларыңыз келеді, өздеріңіз таңдасаңыздар болады. Міндетті түрде PNG формат болуын қадағалаңыздар. Мысалға мынаны алып, мынау PNG екен, аттары көрдіңіздер, транспарант болып тұр. Осыны алып сохранить деп сақтап аламыз. Сосын Photoshop'қа оны алып келеміз. Мен оны алдын ала сақтап дайындап қойдым. Photoshop'қа алып келдік. Оның да көлемін үлкейтсеңіздер, кішірейтсеңіздер болады. Мен ғарыштың жанына әкеліп қойғым келді.
Осылай өздеріңіз қалағандай кез келген сөзді жазып, кез келген иконканы қойып, және де қазір қайтадан барып оны қойып көресіздер. Мүмкін ол қисық болып қалады, түзету керек болатын болса, осы жерге бұны бетті әлі өшірмей тұра тұрасыздар. Солай қайтадан өзгертсеңіздер болады. Жазуды қисайтып, шрифтін азайтып деген сияқты. Енді сақтайтын кезде міндетті түрде айттым, мына арттағы текстурді алып тастаймыз. Сол үшін міне көзді алып тастадым. Осындай не қалды? Файл дайын PNG-міз болу керек. Енді экспорт дейміз, PNG дейміз. Сосын мына жерге мен 1 деп сақтап қойыппын, оны 2 деп сақтайын. Сақтадым. Енді мына Spark Air-мен келіп, мынау енді қараңыздар, стандарт болып тұр. Біз бұны бірінші flat-қа өзгертіп аламыз. Flat ол кез келген жаңағы келетін ненің қабылдайды. Стандарт болса, ол жазу анық емес болып тұрады. Бетінде бір металл бар сияқты көрініп тұрады. Жаңағы жазған жазуымызды алып келеміз. Міне 1 дегенді алып келейін. Бетке тұрды. Хорош. Енді бұны біз өзіміздің телефонға жіберіп, бірінші бетте жақсы тұра ма, тұрмай ма екенін көруіміз керек. Ол мына жерде мен add experience деп, осы жерде add experience ішіне кіріп, осындай sharing experience-ті қостым. Өткені менде біраз уақыт Instagram-ға жібермегендіктен осылай қалып қойған болатын. Енді қараңыздар, send Instagram деп тұр. Ол үшін мен міндетті түрде Facebook мен Instagram жалғанған болу керек. Және де мына жерде файлда біз log out деп тұр. Менде сіздерде log in болып тұру керек. Сіздер log in деп кіріп, міндетті түрде өздеріңіздің аккаунттарыңызбен кірулеріңіз керек. Сосын енді мен жаңа жіберейін Instagram-ға. Send дедім. Міне енді ғана келді. Осындай болып, попробуйте. Preview AR Expert деп келеді. Ортасында продолжитті басып, өздеріңіздің беттеріңізге қойып көресіздер. Мен телефонмен қойып көріп жатырмын. Мені телефонмен қойып көрдім. Бет тегіс және ғарыш деген жазу әдемі болып тұр. Сол себепті мен бұны қалдырамын және сақтаймын. Қазір сіздерге сақтау тәсілін көрсететін боламын. Publish'ті басамыз. Яғни бұл шығару сыртқа деген сөз. Upload'ты басамыз. Жаңағы болды, біздің проектіміз дайын. Осымен осылай сіздер сақтап жібере берсеңіздер болады. Мен бірақ артынан сіздерге қалай және программаны Instagram-ға жіберу керек осыны дегенді де түсіндіріп өтейін. Ол үшін мынау жаңағы сіздің сақтаған неңіз автоматты түрде бірден осы Spark Air-дан шықты. Spark Air Hub деген ол сіздің арнайы осы нелер маскаларыңыз тұратын жер. Қараңыздар, эффектке бір ат беріңіз дейді. Мен ғарыш деп, бірақ ақылшынша жазғым келіп тұр. Деп сақтап қояйық. Қандай платформаға салғыңыз келеді дейді. Мен тек қана Instagram-ды белгілеймін, Facebook-қа керек емес. Сол үшін Facebook-ты алып тастаймын мына жерден. Сосын қандай аудиторияға, яғни ссылкамен жіберсе ғана ма, әлде барлығына көріне берсін ба? Мен доступны всем дегенді қоямын. Менің міне Анара Жомар деген Instagram-ым сразу шығып тұр. Сол жерден шығатын болады. Ал егер осы жерде шықпай тұрса, значит сіздің Facebook-ыңыз бен Instagram-ыңыз дұрыс байланбаған деген сөз. Оны дұрыстап байланыңыздар. Қандай категорияға жатады сіздің маскаңыз дейді. Осы жерде өздеріңіз қалағанша не белгілесеңіздер болады. Оқып
ключевые слова маған керек емес. Міне осы жерде жаңағы демонстрация видеомызды салуымыз керек болады міндетті түрде. Және де суретімізді салуымыз керек болады, немесе миниатюраны қолданамыз депті, видеодағы миниатюраны қолданамыз деген. Мына жерге соавторлар, егер біреумен бірге жұмыс істесеңіздер, белгілесеңіздер болады. Ал егер тек қана өздерін жасасаңыздар керек емес. Қай уақытта шықсын дейді, как можно скорее енді белгіледім. Ал кейбір кезде болады, бір дата белгілейсіздер. Мысалға біреудің туған күніне подарка ретінде жасасаңыздар, немесе жаңа жылға дейін шықпай тұрсын, жаңа жылға 10 күн қалғанда шықсын деген сияқты уақытты белгілесеңіздер болады. Сосын отправить дейсіздер. 2 сағат, кейде тіпті бір 10 минут немесе 1-2 күннің ішінде одобрение келу керек. Ал мен қазір мына жерге видеоны алып келетін боламын. Ол үшін жаңағы инстаграмға жіберген ссылканы қараймыз да, сол ссылкамен видео түсіреміз. Және оны сақтаймыз да. Осы компьютерға қалай жібере аламыз? Телеграм арқылы ма, әлде инстаграм арқылы ма, WhatsApp арқылы ма, әйтеуір былай жібереміз. Мен телеграм арқылы жіберетін боламын. Сосын сол жерден сақтап аламын. Мен телеграмға видеоны жібердім, сол арқылы қазір сақтап мына жерге мені салатын боламын. Және загружите изображение дегенді таңдадым да. Мен бір спейске байланысты, яғни ғарышқа байланысты әдемі сурет алғым келіп тұр. Соны сақтап сол жерге қойып қоямын. Сурет ұнады. Осы суретті сақтайын бірінші. Міне выбрать файл деген жерге жаңағы суретімді сақтаймын. Мына жер ұнап тұр. Сақтадым. Енді мына жерге видеомызды алып келуіміз керек. Ол үшін жаңағы видеоны сақтап алайын бірінші өзімнің компьютеріма. Компьютерға сақтап алдым. Енді оны алып келеміз. Міне біздің видеомызда барлығы жазылды, барлығы толтырылды. Енді осыны жіберейік. Отправить батырмасын басамыз. Ваш эффект находится на рассмотрении дейді, сол үшін оған уақыт керек. Міне 12 декабрға дейін уақыт алды. Ол минутта болуы мүмкін, айтқанымда 2 сағат болуы мүмкін, 1 күн болуы мүмкін, 1 аптада болуы мүмкін. Кейде қате болатын болса, қайта-қайта тексеріп отырыңыздар, қателеріңіз болатын болса, қабылдамай сразу отказ келеді. Сосын жаңағы сіздердің айтқан Spark Hub, осы жерде сіздердің бұрынғы видеоларын, маскаларыңыз, бірыңғай сондай, сосын статистикаларыңыз, сіздің маскаңызды қаншақты кім қолданып жатыр екен деген нелер келіп тұрады. Осылай ең оңай маска жасау тәсілін үйрендік. Және де бұдан кейін де фильтрлармен, музыкалармен неше түрлі маска тәсілін үйренгілеріңіз келсе, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларды күтіңіздер.